Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан кесе самсаны жасайтын боламыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн қажет болады және де шай қасықтай болатын қантымызды саламыз, кішкене ғана тұзымызды саламыз және де ашытқымызды қосатын боламыз. Бір ас қасықтай болатын бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз және жұмыртқамыздың ақ уызын ғана қосамыз. Сары уызын біз самса пісетін кезде, самсаны духовкаға салатын кезде осы самсалардың бетіне жағуға сары уызын алып қоя тұрамыз. Және де жылы айранымызды қосып, жылы сумен жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біз қамырымызды жұмсақ қылып илеп алдық. Енді осы салафанмен бетін жауып, кем дегенде жарты сағатқа немесе 45 минутқа жылы жерге қоя тұрамыз. Қамырымыз жарты сағат тұрамға дейін біз самсамыздың қоспасын дайындайтын боламыз, яғни начинкасын дайындаймыз. Бізге ол үшін картоптар қажет болады, және де сәбіз, қызанақ, осындай пияз, және де тәтті бұрыш қажет болады, чеснок және де ет қажет болады. Барлығын 4 бұрыштап, кубиктап турайтын боламыз. Көлемі майда болмайды, орташа деңгейде 4 бұрыштап барлық осы көкөністерімізді, етімізді турап аламыз. Мінекей барлығын турап болдық. Енді дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосамыз. Осылай барлығын қосып, араластырып аламыз. Ал енді біздің қамырымыз жарты сағат уақыт өтті. Осында үлкен болып, көлемді болып көтерілді. Енді осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Және де 4 бөлікке бөліп, күлшелеп қоятын боламыз қамырымызды. Ал енді күлшелерімізді бір-бірден алып, жұқалап жайып шығамыз. Осындай қатты жұқа қылып жаймаңыздар, орташа деңгейде дөңгелек қылып жайып шығамыз. Менің кесем сорпа кесе болғандықтан, сол сорпа кесеге сәйкестендіріп жайдым. Сіздерде басқа шұңғыл ыдыстар болса, соған сәйкестендіріп қамырларыңызды бөліп алыңыздар, және де соған сәйкестендіріп қамырларыңызды жайып шығыңыздар. Осылай менде сорпа кесеге қамырымызды жайғастырып шықтым. Одан кейін бағана дайындап қойған начинкамызды салып шықтым ішіне. Осылай толтырып, әдемілеп салып, қамырымыздың шет-шетін түйіп шықтым. Осылайша дәл осылай екінші күлшемізді де дәл солай жасап шығамыз. Жұқалап, осындай видеода көрсетілгендей қамырымызды жайып, одан кейін сорпа кесемізге қамырымызды жайғастырып, одан кейін қоспамызды ортасына қосып, шет-шетін түйіп, буып шығатын боламыз. Қатты нығыздайтын болыңыздар, өйткені суы ағып кетуі мүмкін. Осылай қатты нығыздап түйіп шығамыз астыңғы бөлігін.
Содан соң қамырымызды осы табамызға орналастырамыз. Одан кейін кесеміздің өрнектерін жасап шығамыз. Видеода көрсетілгендей қылып, сіздер де жасап шығыңыздар. Ал енді самсамызға жұмыртқамыздың сары уызын жағып шығамыз. Одан кейін бетіне кішкене ғана күнжіт сеуіп, 180 градуста 45 минуттай духовкада пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің кесе самсамыз дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шықты. Қамыры да жұп-жұмсақ болып шыққан. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Ең оңай самса кесе түрі. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Мінекей видеода көргендеріңіздей, ішіндегі барлық қоспалары піскен. Баршаларыңызға ас болсын.